Тоқтай тұрыңыздар, егер де сіз TikTok немесе Instagramдағы трендте жүрген бейнероликтерді тамашалаймын деп ойласаңыз, онда қателестіңіз. Бұл мәдени бағдарлама, дегенмен де ауыстыруға асықпаңыз, егер де маған сенсеңіз өте қызық болады. Сонымен, армысыздар көрермен, бүгін екі команданың зияткерлік күресін тамашалаймыз. Қатысушылар өздерін ұлттық мәдениеттің білгіріміз деп санайды. Ендеше эфирда тұңғыш рет мәдени квиз ойын сауықтық бағдарламасы. Құрметті көрермен, ендеше бүгінгі ойынымызға қатысатын командалармен таныс болсақ. Қыздар, қош келдіңіздер, көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Бүгінгі ойынға тыңғылықты дайындалып келді деген ойдамын. Бірінші сіздермен таныс болайық, команда атауымен таныс болайық. Сондықтан да қыздар, сіздерден бастасақ. Менің есімім Дана. Ал менің есімім Алуа. Менің атым Инжу. Менің есімім Мару. Тамаша, команданың атауы қандай? Біздің командамыздың аты 91. 91. 91 жалпы не себепті қойдыңыздар, сыры неде? Себебі біз өзіміздің тәуелсіздігімізді 91-ші жылы алдық. Сол себептен өзіміздің командамыздың атын 91 деп қояйық деп шештік. Енді мен 91 тобының құрметіне қойып жатырма деп ойласам. Келесі командаға қарай көшсек, қыздар, сіздер де қош келдіңіздер. Өздеріңізбен таныстырып өтсеңіздер және де команда атын айтсаңыздар. Менің атым Аяжан. Менің есімім Майдана. Менің атым Майдана. Менің есімім Айылым. Команданың атауы қандай? Және біздің тобымыздың аты Дәулет. Дәулет, жалпы команданың аты Дәулет деп қойылуының сыры неде? Себебі Дәулет деген сөз игілік пен ауқаттылықты білдіреді, және сол себепті осындай жақсы ниеттермен тобымыздың атын қойдық. Жалпы енді ойынға дайындықтарыңыз қалай? Жақсы ма? Жоғары деңгейде ғой. Сіздер дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Бірінші айналым шер ату. Құрметті командалар, ендеше сіздерді шер ату кезегінің ойын ережесімен таныстырып өтейін. Әр топқа белгілі бір ұғым мен есімдерден тұратын 10 сөз беріледі. Топ басшысы түсіндіріп тұратын бір ойыншыны таңдайды, ал қалғандары жауабын табады. Айналым ұзақтығы 3 минут, дұрыс жауапқа 1 ұпайдан қосылады. Ал енді ойын ережесі сіздерге түсінікті болса, енді қай команданың бірінші бастайтынын анықтап алсақ, ол үшін мен сіздерге қазір сұрақ қоятын боламын. Сол сұраққа қай команда жылдам әрі дұрыс жауап беретін болса, сол команда бастайтын болады. Менің сіздерге қоятын сұрағым: алтын адамның киімі қандай бағалы металдан жасалған? Жақсы, бірінші 91 тобы басқан екен. Алтыннан. Алтыннан, әрине, дұрыс қой. Қошеметтеп қойсаңыздар, қарсыластарыңызға. Жалпы ендеше 91 тобының бірінші бастайтыны белгілі болды ғой, сондықтан да араларыңыздан бір кісі келіп, менің қолымнан картаны таңдап алсаңыздар. Бұл сөзді біз екі адам бір-бірімен қарсыласып, өздерінің өнерлерін көрсетеді. Айтыс. Бұл сөзді көбінесе тарихта қолданады. Көбінесе мысалға айтып кететін болсақ, ол жерге жер қазу деген сияқты. Жоқ. Жақсы, келесі сөзге алса беріңіз, аға, уақыт аздырмай. Және де бұл адам өте тарихқа белгілі адам. Және де бұны біз жақында ғана айтып кеткен болатынбыз. Алтын. Бұл көшенің аты десек те болады. Апай. Жоқ. Кәнеге тездетіп ойланып жауап береміз. Сіздерде 2 минут қана уақыт қалды. Бұл адамның аты. Бұл көбінесе жолдарда бұл атты көбірек кездесіңдер. Жоқ. Сайын. Бұл дәуірлердің кезеңі. Аль-Фараби. Жоқ. Дәуір. Дәуір. Өте көне дәуір. Тас. Кәнеге қыздар. Палеолит, неолит деген. Ойланып Сол секілді, бірақ бұл қазақтардың көбіне. Ол көбінесе бағанағы айтыста адамдар бір-бірімен сөйлескен кезде ол адамның есімін айту керек. Сол айтыстағы адамды жоқ, тағда. Тездетеміз, қыздар, тездетеміз, уақыт аз қалды. Соңғы секундтар жүріп жатыр. Қалай айтады? Күйші. Жоқ, сол секілді. Айтыскер, жазушы. Тағы. Айтыста ол сөзді көбінесе айтады, және де мысалға өлеңдерді кездестірген кезде. Жақсы, қыздар, сіздерге берілген уақыт осымен аяқталды, тәмам. Жақсы, енді екінші Дәулет командасына келсек, қарсыластарыңыздың қарқынын көрдіңіздер, енді сіздерде ол кісілерден қалыспайды деген ойдамыз.
Бірінші ол атақты күйші, қобызда ойнайтын, және жүзіп жүргенде оны жылан шағып өлтіреді. Қорқыт. Иә. Ай, бәрекелді. Келесі ол әр халықта болатын ерекшелік, дәстүр. Әдемі, жақсы. Жалғастыра беріңіздер. Келесі ол атақты жазушы және әліппені бірінші болып Байтұрсын. Әрине, Ахмет Байтұрсын атамыз. КСРО кезінде қазақ зиялылары. Әуезов. Сол топ. Иә, және ол сол Алаш. Иә, Алаш ордасы. Қазіргі Қазақстандағы даму кезеңі және оның сол дамытудың программасы. Жаңа Бидің түрі. Қазақша қыздар билейтін би. Камажай. Иә. Ең маңызды нәрселер әр адамның мысалға атасы болады және Сіздерде 30 секунд уақыт қалды, атасы және тұлпары болу керек. Сол жоқ, сол нәрселер әр адамда болу керек, әр қазақта болу керек нәрсе. Мал. 10 секунд уақыт қалды қыздар. Тездетеміз. Келесі сөзге көше беріңіз, егерде қиын болып кетсе. Тағы да бір күйші. Бірақ ол домбырада ойнайды. Өте атақты. Уақыт бітті қыздар, иә. 91 тобы, сіз көңіл күйлеріңізді түсірмеңіздер, алда әлі 3 айналым бар. Сол кезде өздеріңіздің білімдеріңіз бен біліктіліктеріңізді көрсетеді деп сенеміз. Жақсы, ендеше ақиқат па, аңыз ба деген екінші кезеңге көшсек. Біздің осы аңыз ба, ақиқат па деп аталатын кезеңімізде біз салт-дәстүрлерімізді талқылайтын боламыз. Жалпы қазақ қоғамындағы салт-дәстүр мен әдет ғұрыптарды ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып келе жатқан бірнеше тұлғаларымыз бар. Мысалы, атап айтатын болсақ, Бақыт Қайырбеков атамызды, одан қалды Ахмет Тоқтабай, Әлкей Марғұланды айтсақ болады, және де Зейнеп Ахметова апаларымыз да осы қатарда. Біздің осы кезеңдегі сұрақтар, яғни сіздерге қойылатын сауалдар дәл осы кісілердің еңбектерінен алынған болатын. Сіздер дайынсыздар ма? Біз бастайық. Жақсы. Жүргізуші тақырыпқа сай 10 дерек оқиды. Егер қатысушылар келтірілген тұжырымды рас деп шешсе, жасыл белгіні, ал егер жалған деп тапса, онда керісінше қызыл белгіні көтеруі тиіс. Әр дұрыс жауапқа 1 ұпайдан беріледі. Бірінші сауалда: үйлену тойында той иелері шеге шапан тарту еткен, онсыз неке жоралғысының мәні болмаған. Рас па, жалған ба? Жақсы, екі командада рас деп жауап берді. Бұл жауап дұрыс, бұл рас. Қазанды төңкелген күйде сақтау керек. Жалған ба, рас па? Тездетеміз, қыздар, Қанекей? Жақсы, Дәулет тобы рас деп жауап берген екен. Негізінен бұл жалған. Үшінші сұрақ: тұсау кесу рәсімін өткізуді тек қадірлі де көп балалы анаға жүктеген. Қанекей, жауаптарыңызға сенімсіздер ме, қыздар? Иә. Жақсы, ендеше мен жауабын оқиын. Көбінің жадында қалмаған да шығар, бірақ расында баланың тұсауын ырымдап бала шағасы көп анаға кестірген. Яғни сіздердің жауаптарыңыз дұрыс емес. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Киіз үйдің батыс бөлігі киелі саналған. Рас па, жалған ба? Әнекей, қыздар, ойланып, тездетіп жауап береміз. Асығыстық танытпаңыздар, жауаптарыңызға сенімсіздер ме? Иә. Ал 91 тобы сіздер рас дейсіздер, иә? Бұл жалған екен, қыздар. Керісінше, киіз үйдің күн батыс жағын тылсым күшпен байланыстырып, одан тасалану үшін отбасылық игіліктің белгісі көрпе төсек жасалынған, сандық сияқты тұрмыстық заттармен көлегейлеген екен. Қанша жерден құрметті болса да, қонаққа үй иелерінің төсегіне ұйықтауды ұсынбайды. Бұл жалған ба, рас па? Қыздар, бұл рас. Үй қожайындарының төсек орнына тіпті отыруға да болмайды екен. Қонаққа барғанда қыз баланы төрге отырғызбайды. Жақсы, қыздар, өздеріңіздің жауаптарыңызға сенімсіздер ме? Негізінде өздеріңіз жалпы қонаққа барған кезде төрге отырып жүрсіздер ме, әлде босаға отырып жүрсіздер ме? Бұл жалған. Қазақтар қыз бала үйге құт береке әкеледі деген сеніммен төрге шығарып құрметтеген екен, қыздар. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Егер салт атты киіз үйдің табалдырығына дейін атпен келсе, онда қаралы хабар әкелгені. Өздеріңіздің жауаптарыңызға сенімсіздер ме? Енді қазіргі кезде ешкім енді атпен хабар айтпайды, дегенмен де әдебиеттен, жалпы оқулықтардан оқығандарыңыз бар шығар. Бұл жауап рас. Жақсы, ары қарай жалғастырайық.
Мал төл дегенде тұңғыш төлді мысалы жас қозыны біреуге тарту ету керек. Бұл қаншалықты рас? Енді баршаларыңыз жалпы араларыңызда атасы қойшы болған, жалпы қойшының немере қыздары бар ма жалпы араларыңызда? Бұл жауап жалған. Алғашқы төлді сыйға тартуға мүлдем болмайды екен қыздар. Бесік тойға әйелдер сый ретінде мата кесіндісін әкелген. Ал жаназада керісінше жыртыс таратқан. Бұл қаншалықты рас? Жалпы енді өздеріңіздің үлкендерден көріп жүргендеріңіз бар шығар. 91 тобы рас деген екен сіздер, қыздар, жалпы өз жауаптарыңызға сенімсіздер ғой, иә? Рас. Сәби дүниеге келгенде мата кесіндісі жаңа өмірдің, ал адам қаза тапқанда дүниенің астан кестеңі шыққанын білдіреді екен қыздар. Соңғы сұраққа келдік. Қызды қайын жұртына таң ата ұзатқан, яғни күн ұясынан шығып келе жатқан туған ауылынан кету тиіс екен. Бұл қаншалықты рас? Яғни ұзатылып баратқан қыз таң ата күн шапағымен ауылынан кету керек. Жалпы, иә, өздеріңізде ертең ұзатыласыздар ғой, сол кезде жалпы естеріңізде сақтап жүрсеңіздер болады негізінде. Қазір енді түрлі жоралғы салт дәстүрлер өзгеріп кетті ғой. 91 тобы жалған деген екен, Дәулет тобы да жалған деген екен. Қазір енді өздеріңіз ұзату тойға барып жүрсіздер, енді ол жерде көбінде айтып жатады, сағат 11-де, 12-де қалмай ұзатып жүру керек деп. Негізінен біздің жалпы осы мұсылман дінінің қазақ қоғамы қабылдамай тұрған тұста қыздарды таңертең күн ұясынан шыға бастаған кезде ауылдан ұзатып шығарып салған екен. Жалпы қыздар сіздерге көптен көп рахмет. Осымен екінші кезеңіміз тәмам. Ал жалпы қорытынды бойынша енді Дәулет командасы әзірше алда келе жатыр. Сондықтан да 91 тобы көңіл күйлерін түсірмеңіздер, қанекей жиналыңыздар, жинақталыңыздар, өздеріңіздің білімдеріңізді, жылдамдықтарыңызды көрсетіңіздер. Үшінші әдебиет кезеңіне көшсек. Тест біліммен қоса логиканы да тексеруге арналған 10 сұрақтан тұрады. Қатысушылар смартфонның қосымшасы арқылы жауап береді. Жауаптың дұрыстығынан бөлек жылдамдықта ескеріледі. Бұл кезеңдегі ең жоғары ұпай 10. Бірінші сұрақ. Ақын Маңғыстау жерінің тумасы Махамбет туралы поэманың авторы кім? Фариза Оңғарсынова, Сары ақын, Шолпан Иманбаева. Өз жауаптарыңызды смартфондарыңызға белгілесеңіздер. Тездетеміз қыздар. 15 секунд уақыттарыңыз қалды. Ойланып жауап беріңіздер. Бір командамыз Фариза Оңғарсынова апамыз таңдаған екен, екінші командамыз сәл қателескен екен. Бұл жазушының шығармашылық жолы поэзиядан басталған, бірақ оны танымал еткен проза. Ең атақты туындысы Қожа атты бала жайында болатын. Дулат Исабеков, Мұхтар Әуезов, Бердібек Соқпақбаев, Бауыржан Момышұлы. Ал қыздар тездетіп жауап береміз. Енді бұдан шатаспайтын шығарыстар енді. Балалық шақтарыңызда менің атым Қожа фильмін көрмеген бала жоқ шығар деп ойлаймын. Баршаңыз көрген шығарыстар. Бұл автордың махаббат лирикасына қарағанда проза жанрында жазылған шағын эсселері танымал. Барлығының саны 40. Автордың өзі оннан астам әдеби туындының көптеген пьесалардың кейіпкері. Ол кім? Абай, Ильяс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев. Ал қыздар, сіздерде 20 секунд уақыт қалды. Жақсы, екі командада Мағжан Жұмабаевты белгілеген екенсіздер, сәл қателестіңіздер. Негізінен бұл жауаптың дұрыс нұсқасы ол ұлы Абай ақын болатын. Олжас Сүлейменов Азия атты кітабының арқасында танымал болды. Бірақ осы туындының екінші бөлімінде автор Шумер жазуына қатысты сенсациялық зерттеу жасайды. Кітаптың екінші бөлімі қалай аталды? Шумер хроникасы, сазды кітап, Шумернама, туркизмдер. Қыздар, сіздерде 15 секунд уақыт қалды. Жауап берсеңіздер. Ойланып. Екі командада тағы да қателескен екенсіздер. Енді ойларыңыз бір жерден шығып жатыр. Қазақ әйелінің тағдыры туралы Мағжан Жұмабаев жазған кеңестік қазақ әдебиетіндегі ең әйгілі туынды. Раушан коммунист, ақ орамалды Шынарым, қорғансыздың күні, бақытсыз жамал. Жалпы осы 4 шығармада сіздерге театрдан болсын немесе мектеп қабырғасында болсын оқығансыздар.
Жақсы. Бақытсыз Жамал, екі командада дұрыс жауап берген екен, жарайсыздар. Көкшетау туралы өлең жолдарының авторы, көрнекті қайраткер, қазақты қазақ дейік, қатені түзетейік мақаласының авторы ретінде танымал. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Сәкен Сейфуллин, Ыбырай Алтынсарин. Енді қазақ көрнекті тұлғаларының арасында кім деп ойлайсыздар? Жақсы, екі командада жауап берді ғой дейме? Ал. Сәбит Мұқановтың «Аққан жұлдыз» кітабы кім жайында жазылған? Шоқан Уәлиханов, Әлиби Жангелдин, Исатай Тайманов, Амангелді. Дұрыс жауап Шоқан Уәлиханов, екі командада дұрыс тапқан екенсіздер. Жарайсыздар, Енді негізінде Екінші дүниежүзілік соғыс туралы қай кітап? Бұл шығармада мен тек тәжірибемен бөлісіп қана қоймай, өз қателіктерім жайында да айтқым келеді деген сөздерден басталады. Смағұл Елубайдың «Ақбоз үйі», Бауыржан Момышұлының «Мәскеу үшін шайқасы», Мұхтар Әуезовтің «Көксерегі», Ғабит Мүсіревтің «Қазақ солдаты». Қай шығарма деп ойлайсыздар? Екі командада Бауыржан Момышұлының «Мәскеу үшін шайқасын» таңдаған екен, әрине, бұл дұрыс жауап. Келесі сұрақ. Хан Кене, Алмас Қылыш, Жанталас кітаптары қандай әйгілі трилогияға кіреді? Абай жолы, Тар жол тайғақ кешу, Көшпенділер, Сұмзаман. Хан Кене, Алмас Қылыш, Жанталас. Баршыларыңыз оқыған шығарсыздар, дәл осы тарихымыздағы ең көрнекті шығармалардың бірі ғой, сондықтан да әрине Көшпенділер. Қошеметтеп қойсаңыздар, өте дұрыс жауап. Қазақ ауыз әдебиетіндегі ең ежелгі және күрделі тармағының бірі. Ұсынылған нұсқалардың қайсы қазақ эпосына жатады? Қобыланды батыр, Қозы көрпеш, Баян сұлу, Манас, Ертөстік. Қайсы деп ойлайсыздар? Екі командада дұрыс жауап берген екен, қошеметтеп қойыңыздар. Жақсы, қыздар, осы сайыста сіз өздеріңіздің білімділеріңізбен, біліктіліктеріңіздің арқасында мені таңғалдырған жайларыңыз бар. Ендеше дәл осылай ары қарай жалғастырсақ. Осы көңіл күймен ары қарай жалғастырамыз. Жақсы, ендеше айнытпай бейнеле деп аталатын ақты кезеңімізге көшсек. Ойыншыларға әйгілі қазақстандық автордың картинасы көрсетіледі. Қатысушылар студияда қолда бар реквизиттердің көмегімен суреттегі бейнені дәл қайталауы тиіс. Жұмыстың нәтижесін әр команда смартфонға түсіріп алады. Жеңімпаз 5 шарт бойынша анықталады. Яғни түпнұсқаға ұқсату, композиция, түстер үйлесімі, картина кейіпкерінің типажын айнытпай сомдау және фотосуреттің ракурсы ескеріледі. Әр тармаққа бір ұпайдан беріледі. Енді ойын ережесі сіздерге түсінікті болса, жалпы қазір сіздерге экраннан картина берілетін болады. Айша Ғалымбаеваның «Дәмді шай» картинасы екен. Сіздерге 30 секунд уақыт бар, картинаны көріп, естеріңізде сақтап алуға. Әр бір детальдарын естеріңізде сақтап алыңыздар. Картина көру уақыты аяқталды. Қыздар, есте сақтадық қой жалпы, Қыздар, орнымыздан тұрып, екі қатарға тізіліп тұра қалайықшы. Кеттік ендеше. Керекті реквизиттер таңдап болсаңыздар, сіздерге 5 минут қана уақыт беріледі. Картинаны қайталайсыздар және де оны суретке түсіріп бізге көрсетесіздер. Ал, құрметті көрермен, қыздар дайын болғанша мен сіздерге Айша Ғаферқызы Ғалымбаева апамыз жайлы бірнеше деректер ұсына кетейін. Ол кісі 1917 жылы дүниеге келген, 2008 жылы қайтыс болған болатын. Осы бір ғасырға жуық уақытында ол кісі соғысты да, аштықты да, тіпті тың игеруді де баршасын көрген. Дегенмен де қазақ кескіндеме өнерінің ішіндегі ең көңілді картиналар осы Айша апамыздікі болып есептелінеді екен. Және де Айша апамыз қазақ суретшілерінің ішіндегі ең алғашқы кәсіби суретші атанған әйел адам.
осы Айша апамыздың салған картиналарына, суреттеріне, туындыларына, еңбектеріне қарасаңыздар, қою бояуды, жалпы бояудың алуан түрлілігін көп көресіздер. Себебі Айша апамыз импрессионистерді өте қатты жақсы көрген екен. Сол себептен ол кісінің суреттері Моне, Ренуар, Деганның картиналарына өте қатты ұқсайды. Апамыз алуан түрлі бояудың қоюлығын көп пайдаланы дегенмен де осы қыздарға берілген дәмді шай картинасында апамыз нәзік қарындашты пайдаланған. Және де ол жердегі әр бір деталь нәзік мақтадай жұмсақ болып көрінеді бізге. Сол картинада бейнеленген әйел адам ол Айша апамыздың туған әжесі екен. Қыздарымыз да дайын болып болған секілді, ендеше сол қыздарымыздың жұмысын барып көріп қайтайық. Жақсы, құрметті көрермен, қазір монитордан екі команданың жасаған жұмыстарын, картиналарын көріп отқан жайымыз бар. Командалар өздеріңіздің суреттеріңізді, жалпы картиналарыңызды қорғап көріңіздер, қалай қорғайсыздар жалпы? Қай жағынан ұқсаттыңыздар? Айтып көріңіздер, бірінші 91 тобынан бастайық. Мысалға, біздің суретте ең басты элемент десе де болады. Самаурынды көріп отырмыз. Ең көзге көрінетін заттың бірі, сол үшін менің ойымша бізге... Сіздердікі жоғары деп ойлайсыз. Самаурынға бола. Ал Дәулет командасы, сіздер өз картиналарыңызды қалай қорғайсыздар? Біздің ойымша, біз самауырды алмай қалдық анау жерде, бірақ бізде кейселерді қараңызсаңыз, суреттегідей 4 түрі бар. 4-еуі тұр, және екеуі де бізде самауырдың орнында басқа ыдыс тұр, бірақ самауырды санамасақ, қалғандары ұқсайды деп ойлаймыз. Және оларда астында екеуінде де табақ бар. Сол дәл картинадағыдай. Қыздар, жалпы екі команданың да қателігі бұл жерде енді бағана сіздер өздеріңіз реквизит таңдап отқан кезде көрдіңіздер. Сол жерде көгілдір мата болды, байқасаңыздар. Бірақ оны ешқайсыңыз таңдаған жоқсыздар. Негізінде егер де сіздер басындағы сол Айша Ғалымбаеваның жасаған картинасындағы дәмді шай картинасына қарасаңыздар, арт жағындағы фонда көгілдір түс болатын. Сол бір көгілдір түсті пайдалансаңыздар болатын еді. Ол үшін сіздер үшін үлкен ұпай болатын еді негізінде. Дәл бір сол қателікті, және де енді сіздер бұл жердегі баршаларыңыздан байқап отырмын, әңгімелеріңізден енді көбінде әжемізге, алдындағы заттарға, сонымен қатар енді самаурынға көп мән беріп қойған секілдісіздер. Бүгінгі ойынымыздың қорытындысына келетін болсақ, қыздар, енді жалпы үзеңгілесіп қатар келген жайларыңыз бар, оза шапқан ешкім жоқ. Екі команданың да ұпай саны бір-бірлеріне қарайлас. Деген күннің өзінде де жарыс болғаннан кейін жеңімпаз болады. Бүгінгі ойынның жеңімпазы ол бар жоғы 2 ұпаймен алдыға шығып жеңіске жеткен Дәулет командасы 21-19 команда. Келесі ойында кездескенше сау саламатта болыңыздар.